Өздеріңізге белгілі, қазіргі таңда көптеген қауіпті ақпараттар, оның ішінде радикалды идеологиялардың ақпараттары көбінесе интернет кеңістіктен келеді. Сондықтан біз бұл ретте негізгі біздің қажетті құралымыз бұл медиа сауаттылық дағдысы. Яғни кез келген ақпаратты, оның ішінде жаңағы егерде күдік тудыратын ақпараттар болса, оны міндетті түрде біз медиа сауаттылықтың тексеру құралдары арқылы өткізуіміз керек. Оның ішінде факт-чекинг мәселесі бар, сонымен бірге медиа гигиена мәселесі. Яғни біз әлеуметтік желіде берілген ақпараттардың дұрыстығын, бұрыстығын тексере алуымыз керек. Ол үшін негізгі құрал ретінде біз бірінші кезекте фотоконтент тексеру, сонымен бірге видеоконтентті тексеру, сонымен бірге сол жерде шыққан сөзді, одан басқа да материалдарды, одан басқа да балама ақпарат ресурстарынан тексеріп көруіміз керек. Яғни тек қана бір ғана ақпарат көзіне сүйенбей, сонымен бірге бізге егерде сондай бір радикалды идеологияның өкілдері бізге байланысқа шығуға тырысса, олардың аккаунттарын мұқият зерттеп, ол аккаунт бізге бір таныс емес аккаунт болса, ол аккаунт қандай топтарға тіркелген, сонымен бірге оның достары кім, біз соларды тексеріп зерделеп шығуымыз керек. Егерде біз кез келген аккаунтты бөтен тыс аккаунттың бізге берген ұсынысын қабылдап алатын болсақ, онда біз сондай радикалды идеологияның шырмауына түсу тәуекел арта түседі. Сондықтан мүмкіндігінше мен айтар едім, бірінші кезекте біз деструктивті идеологиядан қорғану үшін біз кез келген ақпаратты, бізге жіберген жолдаған ақпаратты және басқа бөтен бізбен байланысқа шығуға тырысқан адамдардың аккаунттарын медиа сауаттылық құралдары арқылы тексеріп, зерделеп барып, сол дос қабылдау және қабылдамау туралы шешім қабылдауымыз керек. Сонда ғана біз өзіміздің жаңа айтып өткендей әлеуметтік желідегі қауіпсіздігімізді қамтамасыз етеміз.